Мен қазір айтатын нәрсе 2026 жылғы ютубтағы ең үлкен мүмкіндік болуы мүмкін. Және бұл мүмкіндік дүниежүзілік кубокпен байланысты. FIFA, YouTube, миллиардтаған қаралым, өте үлкен жарнама ақшалары. Бәрі бір уақытта жиналғалы тұр. Көп адам бұл мүмкіндікті түсінбей қалады. Бірақ кім ерте бастайды, сол үлкен пайда көреді. Бүгін осы видеода мен саған 2026 жылғы әлем кубогы кезінде ютубта не болатынын, неге дәл қазір футбол канал ашу керек екенін, телефонсыз футбол контент қалай жасауға болатынын, футбол каналдың визуал стилін қалай жасау керектігін, жасанды интеллект арқылы футбол контентті қалай дайындауға болатынын, шортс пен ұзын видеоны қалай қолдану керектігін толық түсіндіріп беремін. Егер сен ютубта ақша тапқың келсе, бұл видеоны соңына дейін қара. Неге дәл әлем кубогы, дүниежүзілік кубок, жай турнир емес. Бұл интернеттегі ең үлкен attention eventтердің бірі. Миллиардтаған адам матч көреді, highlights іздейді, анализ қарайды, прогноз қарайды, футбол контент тұтынады. Және ең маңыздысы, YouTube алгоритмі толықтай футболға бұрылады. YouTube пен FIFA-ның келісімі қазір өте үлкен жаңалық болды. YouTube пен FIFA ресми түрде бір жерге жұмыс істей бастады, бірге жұмыс істей бастады. Бұл дегеніміз, кей матчтар YouTube'та шығады. Креаторлар, яғни контент мейкерлар футбол контент жасайды. World Cup, яғни дүниежүзілік кубок кейвордтары, яғни кілттік сөздері жарылып өседі, яғни атады. YouTube'тың өзі бұл контентті пуш жасайды, яғни рекомендацияға шығарады. Неге? Өйткені YouTube'та ақша табады. Неге футбол канал ашу керек? Қарапайым. Өйткені CPM жоғары бұл жерде, қаралым қатты өседі, ұсыныс, рекомендация көп болады, және watch time өседі. Қазір сен футбол канал ашсаң, World Cup басталғанға дейін дайын болады канал. Яғни дүниежүзілік кубок басталам дегенге шейін сенің каналың дайын болады. Ал дәл турнир басталған күні ашатын болсаң, кеш болуы мүмкін. Ең үлкен қате матч хайлайт салу, яғни матчтардағы ең қызықты сәттерді салу. Қазір ең маңызды нәрсе, көп адам ойлайды, футбол канал ашамын, сосын матчтың үзіндісі, гол видеолары, матчтағы үздік сәттер сала бастайды. Міне осы ең қауіпті нәрсе. Футболдағы копирайт, яғни авторлық құқық өте қатал. Өте. Премьер-лига, Ла Лига, УЕФА, FIFA бұлар ешкімді аямайды. Сол үшін fair use қой. Яғни оларды пайдалануды қою керек. Онда қалай контент жасау керек? Міне ең қызық жері осы. Сен визуальный стиль, инфографика, және өзің бір оқиғаны айтып беру, және жасанды интеллектпен иллюстрация жасау. Сол арқылы футбол канал жасайсың. Яғни сен матч видеосын салмайсың. Сен story айтасың, яғни оқиға айтасың. Анализ жасайсың, және салыстыру жасайсың. Visual branding өте маңызды. Футбол каналдағы ең маңызды нәрселердің бірі визуальный стиль, яғни визуальный стиль маңызды. Мысалы, футболшыларды вектор стилінде қылу, картун стиль, яғни мультфильм стилінде жасау, FIFA карт стилінде жасау, инфографика стилінде жасау. Осының бәрін саған жасанды интеллект арқылы жасауға болады. Жасанды интеллект арқылы футбол контент жасау қазір AI құралдары өте қатты дамыды. Мысалы, сен футболшының суретін бересің. Жасанды интеллект оны векторлық иллюстрация жасап береді, ойын стилінде жасап береді, инфографика стилінде жасап береді. Қайта саған жасап береді соның барлығын. Сол арқылы сен толық оригинал визуал стиль жасай аласың. Қандай контент өтеді? Қазір идея беремін. Мысалы, 2026 жылы кубок, дүниежүзілік кубок ең күшті ойыншы. Осы жердегі ең күшті 11 ойыншы. Ең underrated, яғни бағаланбай қалған футболшылар. World Cup'қа бармай қалған жұлдыздар, яғни дүниежүзілік кубокқа бармай қалған жұлдыз ойыншылар. Тарихтағы ең агрессивті 11 ойыншы. Ең техникалық футболшылар. Ең үлкен футбол скандал, яғни сол жерде болып жатқан скандалдар. Мұндай видеолар жақсы өтеді. Неге топ 11 форматы күшті? Өйткені адамдар салыстыруды қатты жақсы көреді. Дауласады, пікір жазады, ретеншн өседі. Мысалы, Месси ма, Рональдо ма? Осы тақырыптың өзі миллион қаралым жинай алады. Шортс па, лонг видео ма? Яғни ұзын видео ма? Екеуі де. Шортс арқылы сен аудитория жинайсың, лонг ұзын видео арқылы ақша табасың. Яғни watch time жинайсың. Міне, дұрыс комбинация осы. Комьюнити өте маңызды. Көп адам комьюнити қолданбайды. Яғни біздің посттарымыз. Бірақ
Футболда бұл өте күшті. Мысалы, кім жеңеді дейсіз де опрос жібересіз. Ең күшті шабуылшы опрос кетеді. Қай құрама чемпион болады? Сұрақ. Осындай нәрселер аудиторияны қыздырады. Қай тілде жасау керек? Ең тиімдісі ағылшын немесе испан тілінде. Өйткені әлемдік канал болғаннан кейін, глобальный канал болғаннан кейін CPM жоғары болады. Яғни ақша төлеу, рекламаның бағасы жоғары болады. Бірақ қазақшада, басқа тілдерде де жүргізуге болады. Себебі футбол эмоцияға құрылған. Неге бұл мүмкіндік ерекше? Мұндай шақыртулар әрқашан бола бермейді эвентті. World Cup кезінде, яғни әлем кубогы кезінде search volume дейді. Іздеу көлемі артады, яғни жарады, пикке барады. YouTube футбол каналдарын, футбол видеоларды өзі рекомендация жасайды. Яғни рекламодательдер де көбейеді. Сол үшін CPM қатты өседі. Ең маңызды нәрсе, көп адам оңай ақша іздейді. Бірақ шындық сапалы контент жасағандар, сапалы канал жасағандар ғана ұзақ жүреді. Сол үшін дұрыс бренд таңда, тұрақты стиль таңда, storytelling, яғни түсіндіріп беру, audience engagement, яғни аудиторияның кері байланысы өте маңызды. Қазір бастау керек па? Иә, дәл қазір. Өйткені әлемдік дүниежүзілік кубок басталған кезде сенің каналың жылынып дайын тұрады уже. Алгоритм бірінші сені тану керек. Қорытындылайық. 2026 World Cup YouTube'тағы ең үлкен мүмкіндіктердің бірі болуы мүмкін. Өйткені футболный search өседі, YouTube push жасайды, CPM көтеріледі, қаралым өседі. Бірақ ең маңыздысы дұрыс стильмен кіру. Копи-паст емес. Өзіңнің брендіңмен, өзіңнің визуалыңмен, өзіңнің сторителлingмен кіру керек. Пікірге жаз, егер футбол канал ашсаң, қай тілде ашар едің? Ағылшынша, қазақша, түркше, испанша. Келесі видеода кездескенше, Мәке блог YouTube'да дамудың жолын көрсететін арна.